Қалайсыңдар? 14-ші күн қош келдің. Бүгін не болады екен? Қызық. Короче, жоспарлар бар. Соның барлығын жасау керек. Қазір Қаскелеңге барамыз, анау мынау. Шабыс табыс. 14-ші күн. Давай, не подведи. Go. Man, I'm on the chase now, leave me on my own. I got a chance to break now, here I fucking go. Take control of fate now, I control my flow. And I know that I'll be great. Біз Қаскелеңге жол тарттық. Қаскелеңде қазір біз видео курсымыздың толықтыруға жатырмық. Яғни опрос жасадық, адамдар осындай болса екен деген сияқты бір список жасап алдық та. Енді сол бойынша қазір түзуге баратыр. Қолымызда штатив и петличка. Зарайтос. And I'm sick of me feeling this way daily. Living my life till it's over. Так, біз Қаскелеңге келдік. Не дейсің, мен түсіріп жатсың ба? Айтам. Қаскелеңге келдік. Біздің массажный камель тушым түсіреміз видеоларды. Сағаттардың бәрін түсіреміз. Еще параллельно біз продажа, предоплату бәрін жасап жатырмыз. Пока по плану. Именно по плану келді және. Так что все нормально. Бәрі өз орны болады. Алында главное сол моментті, сәтсіз моменттердің бәрін өткізіп алу керек. Ол моментте депрессия болмау керек. Дальше бәрі өз орнына келеді. Просто сен жүріп жатқан кезде шахматтың қара жолындасың да. Ақ жолын күтесің просто. Все. Солай, қазір біз көрістіреміз, неге қайтамыз. Біз Қаскелеңдеміз. Қаскелең қалай? Ауыл ма? Қазір сендерге қалай 20 мыңға продукт алу керек көрсетеміз. Бюджетный студент дейсің ғой. Мен айтам. Үшіміз продуктқа келдік. Продуктқа келдік. Азық-түлік аламыз, аты бәрін жеп қойдық. Не болса да біз тамақ жақсы жейміз ғой. Біздің кухняға разнообразие болса отыр. Біреу бар еді. Онда духовкаға жігіттеген ап қалған ғой. Соған тағарсаш дейді. Шәрей. Қаскелеңнен келдік. Продуктынан келдік. Бүгінгі айтатын ақпарат, инсайт, идея, әңгіме, өзіме деген ақыл, закрепление. Үш мынандай. Өтірікке досымды, командамды апармау. Өтірікке дегенде өтірікке бірге алып кетпеу, не болмаса досымның, командамның өтірігіне ілеспеу. Ол не нәрсе? Бір мысал. Саған біреу звондап жатыр. Телефонын досыңа бердің. Айттың, мені жоқ деп айтшы деген нәрсе. Сосын ол тұрады да, бұл жерде сенің досың, сен біреуге жоқ деп айтсаң, ол саған жоқ айтпаймын, сен өзің айт деп айту керек, или телефонды алмау керек. Не үшін? Потому что ол өзі күнә жасап жатыр. Ол өзі біреуді алдап жатыр. И тупо сен қасында тұрдың да, сен алып кеттір бірге. Потом сен жауап бересің да сол үшін. Просто оны жоқ деп айтқан үшін ертең сен жауап бересің. А если оған ренжіп, ойбай деп жатса, сонда да басып айту керек. Жоқ, айтпаймын. Мен маған типа өтірік айтуға апарма деген сияқты айту керексің. Ол басында, конечно, ренжит. О, брат, не болды, қатайып сонша дейді да, саған ренжіп, жарайды, семья қой деген сияқты незі көрсет. Явно ол. Потому что кино емес қой бәрі. Түсіндіргеннен кейін саған көзін бақырайып қарап отыратын, ол кино емес қой, ол сразу атылып шығады. Но в любом случае, сен ертең жауап бермейсің оған. Сен оны алдағы болатын үлкен өтіріктерден құтқарып қаласың да. В любом случае сен оған, ойласа, что сен жаманды жасап жатсың оған. Маған көмектеспей жатсың, қиын жерде, қиын қыстауда маған көмектеспей жатсың десе, он просто дурак. Солай? Шымен, потому что ол сен вряд ли досында, потому что сені алып кетіп отыр. Сені күнәға тартып отыр. Сен жауап берсін деп жатыр ертең. А ертең жауап берген кезде сен прям жауап бересің оған. Сол өтірігің үшін.
кішкентай өтірік, самый мелкий өтірік. Ол мынандай ғой, ой, Таир ислам болып кетті ма, не болып кетті ма, кішкентай өтірік дін болмайды ғой деген нәрсе, ол шынымен дін болмайды ол нәрсе да. Но басындағы ол, потом сол кішкентай нәрседен, просто кішкентай нәрсенің өзі қандай деп айтады специально, чтобы сен соған үйреніп кетіп жайлап кіріп кетпедің. Ол как наркотик сияқты ғой, ең басында былай шамалы ішіп көреді, бүйтіп кетіп алады, наркоман болып кетеді. Не үшін? Просто басында ішпеу керек деген сияқты ғой. Ол жайлап азат қол кіргізе береді. Сен нәпсің түсінеді, что өтірік айтқан это нормально. Прикинь, сен құтқарып алдың досыңды деген сияқты. Саған сөйтіп өтірік айтқыза береді. Ертең үлкен сделка болған кезде, сол кезде саған бюджет жетеді, потому что ертең, допустим, бір үлкен сделка болады, потом и оған бір өтірік айтатын момент болып қалады. Сол кезде, скорее всего, сен күнде оған айта берсең, сол туралы өтірік туралы өтірік айтпа деген сияқты айта берсең, ол скорее всего өтірік сделканы жасамайды да, и бас аман қалады. Білмейді ғой кіммен жұмыс істеп қалатын да. Сен в любом случае жақсы жасай бергеннен адам қатты қиналып не болған жоқ. Сол үшін ойлайсың, что басында, что сен оны құтқарып жатсың үлкен нәрседен, үлкен қауіп қатерден құтқарып жатсың оны да. Сол үшін, если қазір түсінбесе, ол потом түсінеді. В любом случае, в итоге түсінеді. Сол үшін старайтесь даже кішкентай өтірік болса да айтпауға. Но я тоже стараюсь, мен ондай айтқан жоқпын. Я тоже буду стараться, потому что мен бұл видео барлығы өзім үшін ғой. Как альбом ретінде, как историяның бір басы ретінде. Сол үшін осы қателікті жасамасын деймін. Бұл ютубта тұрады ғой, ютуб жауып қалмайды шығар. И сол кезде просто сол қателікті қайталамағанын қалаймын да, сол нәрсені. И дос деген нәрсенің понятиені басқаша істеу керек та. Дос деген нәрсе басқа нәрсе негізі. Ол туралы басқа тақырыпта қозғайтын боламын, ал қазіргі нәрсе просто достарыңды өтірікке алып кетіп, оны лишний проблем жасамай қойыңдар, если вы дружите. Сол үшін не айтсам болады именно досқа қатысты. Және потом айтам, ну айтатын әңгімені түсіндір ғой да, что өтірік айтпаңдар. Лучше шындық ащы бола берсін. Потом ал кішкентай өтіріктің потом жауап беретін есебі одан да ащы болады да. Лучше бірінші ащыны каждый алу керек. Потом ол ащы сасып, шіріп, потом барып ауызға кіргеннен гөрі лучше ащы күйінде жеп қойыңдар. Давайте өтірік айтпаңдар. Дос болыңдар, достарды сыйлаңдар. Лишний раз қасында адамдарды жауапқа тарту үшін лишний раз оған проблема қоя қойыңдар. Сол дружите искренне. Достарыңды сыйлаңдар, өтірік айтпаңдар. Давайте, бүгін 15-ші күн. Давай.